Көктемнің соңғы жаңбырлы терезені салдырата соғып тұрды. Гүлжанның жаны дәл сол терезе сияқты сынып кетердей нәзік еді. Ол ас үйде үнсіз шай құйып отыр. Бұрын бұл үйден күлкі кетпейтін, енді міне тек ауыр тыныс қана естіледі. Азамат бір кездері мықты, қолынан іс келетін, ауылдың сыйлы жігіті еді. Құрылыс фирмасында басы инженер, үй салатын, темір көтеретін, өмірдің өзін арқалап жүретін еді. Ал қазір арбада. Бір сәттік апат. Бір түні жолда бұрылыстан шыға бергенде көлік аударылып, бел омыртқасы үзіліп, қайта жүрмейтін болған. Апаттан кейін бәрі өзгерді. Гүлжан бір сәтте жанынан кетпеді. Киімін ауыстырды, дәрісін берді. Тамағын ішкізді, қасында ұйықтады. Алғашқы айларда Азамат үндемеді, ұялы телефонында қолына алмады. Тек кейде көзімен терезеге қарап, мен енді кіммін деген сұрақты іштей қойып отыратын. Бір күні ол сыбырлап айтты. Мені неге тастамадың? Сен менің күйеуімсің ғой, деді Гүлжан күлімсіреп. Күйеу емес енді еркекті емеспін, деді. Сол сәтте Гүлжанның жүрегі шым ете қалды. Ол білетін Азамат, намысшыл, күшті, бәрін өз қолымен жасайтын адам еді. Ал енді ол өз-өзін қор санады. Гүлжан түн сайын төсегіне жатып, ерінің ауыр тынысын тыңдайтын. Азамат кейде түсінде айқайлап оянып кететін. Жүрегім ауырды дейтін ол, бірақ денем сезбейді. Әйел оның қолын ұстап жылап отыратын, бірақ ешқашан оның алдында әлсіздік көрсетпейтін. Бір күні көршісі Сәния кіріп келіп, Гүлжан-ау, еркек адам ауырса да әйел тірі болу керек, сен өзіңді ұмыттың ғой, шашың ағарып кетіпті, деді. Сол сөз Гүлжанның жүрегіне қадалды. Ол расында әйел екенін, сезім бар екенін, әдемі болуға, еркек назына бөленуге қақысы бар екенін ұмытып бара жатқандай еді. Бірақ ол үшін қазір бәрінен биік, парыз. Ерінің көзіне қарап тұрып, тастап кетсең, Алланың алдында жауап берем деп өз-өзін жұбататын. Кейде күйеуі оған, бір күні сен менен шаршайсың дейтін. Жоқ, мен сенімен бірге боламын дейтін әйел. Бірақ жүрегінің түбінде ол сөздерге сену қиындап бара жатты. Ер адам мінезін жоғалтқанда әйелде іштей өледі екен. Екінші бөлім. Түнгі тыныштық пен әйелдің шөлі. Түн. Сыртта жаңбыр тамшылары төбеге тықылдап тиіп тұр. Гүлжан терезе алдында үнсіз отыр. Үй іші күңгірт. Арбадағы Азамат ұйықтап жатыр. Оның тынысы баяу, кейде ауыр дем алады. Сол сәттерде әйелдің жүрегі де қоса ауырлайтын. Күйеуі апаттан кейін бұрынғы Азамат емес еді. Ол өзгерді. Күле алмайтын, сөйлесе алмайтын, тек өз-өзіне тұйық адамға айналды. Ал Гүлжан тірі өлікке айналған әйел. Оның бар өмірі күтім, дәрі, тамақ, тазалық. Күн сайын бір қалыпты өмір, бірақ жүрегі бос. Бір түндері ол терезеге қарап отырып өзіне сұрақ қойды. Мен әйел емеспін бе? Неге менде құшақ жылулығын сағындым? Сол ойдан ұялды. Қолындағы сақинасына қарап көзінен жас ыршып шықты. Таңертең Азамат әдеттегідей. Шай, деді. Гүлжан үнсіз шайнекке су құйды. Бірақ оның жанарында жылылық жоқ еді. Сырттай бәрі тыныш, бірақ үйдің ішінде бір салқындық, бір мұң сезілетін. Күндер осылай өтіп жатты. Бір күні пештің түтіні кері тартып, үйдің іші көк түтінге толды. Гүлжан сыртқа отын шығаруға шыққан кезде көрші үйден Бекзат келді. Жас жігіт. Көзінде мейірім бар, қолы шапшаң. Апай, көмектесейін бе? Қажет емес, өзім істеймін, деді әйел салқын үнмен. Жоқ, иісі шығып тұр, түтін ұясы бітелген. Рұқсат етіңіз, жөндеп берем. Бекзат үйге кіріп түтін жүретін жолды тазалап берді. Ол кетерде күлімдеп. Мынау апай, сіздің қолыңыздың дәмі бар екен. Шайыңыздың иісі үйге тарап тұр, деді. Гүлжан сәл жымиып. Рахмет, балам, деді де көзін тайдырып әкетті. Бірақ сол сәттен бастап оның бойында әлде бір жылы сезім қозғалғанын өзі де сезбей қалды. Сол түні Гүлжан төсегінде ұйықтай алмай жатты. Күйеуі жанында ұйықтап жатыр. Бірақ оның денесінен жылу емес, суық сезілетін. Көзін жұмса, Бекзаттың жылы жүзі елестейді. Жандағы арбадағы еріне қарап іштей сыбырлады. Кешір мені, мен де тірі жанмын. Ол әйел еді.
Әйел болған соң жүрегінде жылулық іздейтін, назға зәру бір нәзіктік бар еді. Ал оның сол нәзіктігін ешкім байқамайтын 3-ші бөлім. Күз келді. Жапырақтар сарғайып, ауладағы пештің түтіні көкке көтерілді. Гүлжан таңнан кешке дейін арбаның жанында, дәрі, ас, жуылмаған ыдыс, отын бәрі оның мойнында. Күйеуі Азамат үндемейді. Кейде ғана суды берші, телефонда келші деген қысқа сөздермен ғана сөйлейді. Гүлжан болса, күн сайын ішінен мына өмірдің соңы қайда апарады деп сұрайды. Кейде Азамат ұйықтап жатқанда ол көрпесін түзеп бетін сипап көз жасын тығып жылайды. Жылайды, себебі бұрынғы өмірді сағынады. Ерінің күлкісін, бірге жүрген күндерін, төсек қатынасын, құшақтағы жылуын. Бірақ ол жылу енді жоқ. Азамат өмірден емес, өз-өзінен алыстап кеткен адам. Сол күндердің бірінде Гүлжанның пеші сөніп қалды. Күн суық, үй іші тоңып тұр. Ол от жағайын десе, қолы қалтырайды, шаршаған, әлсіреген. Сол сәтте есік қағылды. Таныс дауыс. Апай, отын керек пе еді? Бекзат екен. Қолында балта, үсті шаң топырақ, бірақ жүзі жылы. Өзіңнің ерің жоқ па? Деп күлді жеңіл. Гүлжан қысылып қалды, бірақ ренжи алмады. Бар, арбада отыр деді ол сыбырлап. Бекзат сәл үнсіз қалды. Кешіріңіз, білмеппін деді сабырмен. Сосын қолындағы балтасын алып, ауланың шетіндегі отындарға кірісті. Шап-шап. Балта даусы аулаға жаңғырып, әйелдің жүрегіне біртүрлі тыныштық сыйлады. Бір сәтке бәрі ұмыт болғандай еді. Мүгедек күйеу, ауыр өмір, түнгі жалғыздық, бәрі артта қалғандай. Тек балтаның сазы мен Бекзаттың жылы жүзі ғана көз алдында. Бекзат әр апта сайын келіп тұрды. Пешті жөндейді, отын жарады, кейде дүкенге барып келіп көмектеседі. Азамат оған алғашында салқын қарайтын. Бірақ кейін көмектесіп жүр ғой, ренжіме деп тіпті ризашылығын білдіретін. Солай уақыт өте Гүлжан мен Бекзат арасында үнсіз жақындық пайда болды. Екеуі де ештеңе айтпайтын, бірақ бір-бірінің көзінен бәрін түсінетін. Кейде Гүлжан шай дайындап, шаршадың ғой, ішіп ал дейтін. Ал жігіт оның көзіне ұзақ қарап, сіздің қолыңыздың шеберлігі ерекше екен дейтін жай ғана. Бірақ сол сөздің өзінен әйелдің денесі дір ете түсетін. Сол кештердің бірінде Бекзат кетерде тоқтап, апай, сіздің көзіңізде мұң бар. Көп жылайсыз ба? Деді. Гүлжан не дерін білмей қалды. Жыламаймын деді де артына бұрылды. Бірақ көзінен жас ыршып кетті. Сол түні Азамат ұйықтап қалғанда ол іштей сыбырлады. Неге жүрегім тыныш емес? Неге сол баланың көзіне мейірім іздеймін? Бұл түннен кейін бәрі өзгере бастады. 4-ші бөлім. Күнәлі түн. Сол түні үй іші тым-тыныш еді. Пештің ыстығы бәсеңдеп сағат тілі түн ортасын көрсеткен. Азамат арбасында ұйықтап жатыр, терең, ауыр ұйқы. Ал Гүлжанның көзі ілінер емес. Ол төсекте дөңбекшіп төбеге қарап жатты. Көз алдына Бекзаттың жүзі елестей береді. Қатты қолдары, жылы дауысы, көзіндегі бір түрлі алаң мен жылылық. Кеудесі лүпілдеп, тынысы жиілей түсті. Бір сәт жоқ, менің жолым емес бұл, деп орнынан тұрды. Терезе алдына барып сыртқа қарады. Ай жарығында аула аппақ күмістей жарқырайды. Сол сәт есік сәл сықырлады. Гүлжан селк етіп қарады. Бекзат тұр екен. Қолында май шам, үстінде ескі күртеше. Кешіріңіз, пеш түтіндеп жатыр деп ойлап едім деді сыбырлап. Әйелдің дауысы шықпады. Жүрегі дүрсілдеп, қолдары дірілдеп кетті. Түн жарымда неғып жүрсің? Сізді уайымдадым. Ол осыны айтты да үнсіз қалды. Көздері түйісіп қалды, бәрі содан басталды. Сол бір көзқараста көп жылдық жалғыздық, қорқыныш, ашылмаған сағыныш бар еді. Бекзат жай ғана оның қолынан ұстады. Сізге ауыр ғой деді. Гүлжанның ерні дір етті. Білмеймін, мен шаршадым. Осы сөзден кейін бәрі өзінен өзі өрбіді. Кеудесінде жылу, бойында еріксіз сезім.
Көзінде жас пен құмарлық аралас. Ол сол сәтте өмірде алғаш рет өз-өзін ұмытты. Бекзат оның маңдайынан сүйді. Бір сәтке уақыт тоқтағандай болды. Тек көрші бөлмеден шыққан арбаның сықыры. Олардың күнәсін еске салғандай. Гүлжан селгетіп артқа шегінді. Жоқ болмайды бұл, деді даусы дірілдеп. Бекзат басын төмен салды. Мен де білем. Бірақ сізге бейжай қарай алмаймын. Сол түні олар ештеңе істемеді, бірақ бәрі басталып қойған еді. Олар шектен әлі өтпеді, бірақ жүректері әлде қашан өтіп кеткен. 5 бөлім. Ұят пен құмарлық. Күндер өтіп жатты. Бекзат бұрынғыдай келіп тұрады, бірақ екеуінің арасындағы тыныштық енді басқа еді. Ішінде айтылмаған, тығылып жатқан ыстық сезім бар. Гүлжан оны көрген сайын жүрегі дүрсілдейді. Қарапайым бір сәлем де денесін дір еткізеді. Кейде шай дайындап отырғанда ойы бөлініп кетеді. Бекзаттың көзқарасы, қолының жылуы еске түсіп кетеді. Бірақ соның бәрін жасыру азаптың өзі еді. Азамат та бір түрлі өзгеріп кеткен. Бір күні ол әйеліне қарап: соңғы кезде сенің көзің басқа жаққа қарап жүр. Біреу бар ма? Деді күңіреніп. Гүлжанның денесі мұздап кетті. Не айтып тұрсың? Сезем, еркек сезеді оны. Осы сөз оның жүрегін қанжардай тілгілеп өтті. Күйеуінің алдындағы кінә мен өз сезімі бір-біріне қайшы келіп. Гүлжанның ішінде дауыл тұрып жатты. Сол түні Азаматтың ұйқысы қашып, ол арбасымен сыртқа шығып кетті. Ал үй іші тып-тыныш қалды. Дәл сол сәтте есік қағылды. Гүлжан апай, пеш түтіндеп тұр, деді. Ой, кеше қарай кетейін бе? Кір. Бекзат кірді. Түн тыныш, пештің қызуы мен олардың арасындағы үнсіздік қана бар. Гүлжан бір сәт оны тоқтатқысы келді. Бірақ Бекзаттың көзіне қараған сәт бәрін ұмытты. Ол өз-өзінен еріп әлсіздікке беріліп кетті. Сол түн екеуі шексіз рахатқа бөленіп, тағдырын өзгертті. Жылдар бойы еркек иісін сағынған Гүлжанның денесі шымырлап балқып кетті. Түн соңында екеуі үнсіз отырды. Гүлжанның көзінен жас ағып: бәрі бітті, енді қайтпайтын күнәға баттық, деді. Бекзат тек басын иіп отырды. Сол сәтте сыртқы есік сықыр етті. Арба дөңгелегі қозғалған сияқты. Гүлжанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. 6 бөлім. Ашылған сыр. Таң бозарып атып келе жатты. Гүлжанның көзі ілінген жоқ. Кеудесін өкініш пен қорқыныш кернеп, жүрегі қысып, тынысы тарылып тұр. Азамат түнде үйге кірмеген. Гүлжан бірнеше рет далаға шығып қарады. Жоқ, тек аулада арбаның ізі ғана жатыр. Мөлдір шықпен араласқан жолақ секілді. Сол сәтте есік ашылып Азамат кірді. Жүзі сұр, көзі шүңірейіп кеткен. Қолында бір шөлмек су. Түн салқын екен, деді жай ғана. Гүлжанның денесі мұздап кетті. Қайда болдың? Сенің даусыңды естідім, күліп тұрдың. Қалжыңдап. Еркек дауысы естілді. Ал мен далада отырдым. Жылу іздеп емес, өмірімнің неге осылай болғанын ойлап. Оның көзінен жас емес, от шықты. Мен сен үшін тірі өлгенмін, Гүлжан. Ал сен, деді де сөзін жұтып қойды. Гүлжан тізерлеп: кешір мені, мен өзімді ұстай алмадым, деді. Ұстай алмадың ба? Әлде ұмытқың келді ме? Ол арбасымен артқа шегініп терең тыныс алды. Сосын баяу ғана: менімен өмір сүргеніңе ризамын. Бірақ енді бұл үйде сенің күлкің мен үшін азап, деді. Сол күні ол ешкіммен сөйлеспеді. Кешкі тамағын ішпей қойды. Түнге қарай Гүлжан оның қасында отырды. Ішші, Азамат, өтінем. Жоқ, бұл менің соңғы тыныштығым болсын. Ол көзін жұмды. Сен мені өлтірген жоқсың, Гүлжан. Мені өмір өлтірді. Таң атқанда Азамат оянған жоқ. Дәрі толы қобдиша үстелдің үстінде босап тұрған. Гүлжан айқай салып даусын естіртпей жылады. Бекзат та жетіп келді. Бірақ енді бәрі кеш еді. Гүлжанның көз алдында өмірі опырылып түскендей болды. 7 бөлім. Кешірім мен қарғыс. Азаматтың қазасынан кейін үй іші бір сәтке үнсіз қалғандай болды. Тіпті қабырғалардың өзі түнеріп, ескі естеліктердің салмағымен шөгіп тұрғандай. Гүлжан күн сайын оның суретіне қарап: кешір мені.
деп сыбырлайтын. Бекзат болса үнемі жанында болды. Жерлеу, шаруалар, балалар бәріне көмектесті. Ал Гүлжан енді жалғыз қалудан қорқатын. Бір жыл өтті. Уақыт бәрін емдегендей жарасын басқанда еді. Бірақ жүректің түбіндегі кінә сезімі еш кетпеді. Солай болса да ауыл іші Бекзат пен Гүлжан қосылыпты деген сыбырмен толды. Той болмады. Тек мешітке барып, некелерін қидырды. Бір-біріне қарағанда екеуінің де көзінде қуаныштан гөрі қорқыныш басым еді. Бекзат оның қолын ұстап тұрып, мүмкін тағдыр бізге осылай сынақ берген шығар, деді. Гүлжан үн қатпады. Тек көзін төмен салды. Жаңа өмір басталды. Бірақ әр түні Гүлжан Азаматтың елесін көретін. Кейде ай сәулесі түскен терезенің алдында оның арбасын елестететін. Бірде тіпті айқайлап оянды. Кешір мені, деп. Бекзат құшақтап алды. Өтті ғой бәрі, Гүлжан, сен меніменсің, өткенді ұмыл. Бірақ Гүлжанның көзіне жас іркіліп еріндері сыбырлады. Күнә ешқашан ұмытылмайды. Ауылда бір қызық әңгіме тарады. Азаматтың зиратының жанындағы талға бір ақ көбелек күн сайын келіп қонатын көрінеді. Анасы айтатын, бұл Азаматтың рухы шығар. Гүлжанға кешірім сұрап келетін болар деп. Бір күні Гүлжан сол зиратқа барып, жерге отырып ұзақ жылады. Мен саған адал бола алмадым. Бірақ мен де адаммын. Кешір мені, Азамат. Сол сәтте жеңіл жел соғып, көбелек келіп иығына қонды. Гүлжанның жүрегі шым етіп көз жасын сүртті. Рахмет, деді күбірлеп. Үйге қайтып келе жатып, ол терең тыныс алды. Күн батуға таяп қалған. Күннің соңғы сәулесі аспанды қып-қызыл қылып бояған. Сол қызыл түс оған Азаматтың өмірін еске салды. Ыстық, ауыр, бірақ ұмытылмас. Гүлжан енді бақытты болуға тырысты. Бірақ әр таң сайын оның жүрегінде бір ғана ой оянатын. Бақыт кейде күнәмен келеді. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.